Барлықтарыңызға сәлем. Қазір Камболаттың Ана деген әнін гитарада ойнап үйренеміз. Ең бірінші тыңдап алайық. Она немного меня ниже роста, ее глаза светятся, будто космос, ее глаза цвета темной печали, и для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты, алкоголь, и для нее мне ничего не жалко, и не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Она чистая, как слеза, но я сделаю все, чтобы не видеть их. И ты не плачь, пусть плачут небеса, ведь я построил этот мир только для нас двоих. Посмотри в мои глаза, там моя любовь, руки в твоих волосах путаю вновь, запах твоих милых как-то сойдет с ума, я без ума. Она немного меня ниже ростом, ее глаза светятся, будто космос, ее глаза цвета темной печали, и для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты, алкоголь, и для нее мне ничего не жалко, и не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Бұл әннің аккордтары бар есіз. Ц бірінші аккорд, одан кейін АМ, сосын ЕМ, одан кейін Ди. Мен каподастрды өзімнің даусымнан ыңғайлатып екінші лаққа қойдым. Және айтып жатырмын, егер де сізде каподастр болмаса, мына жерде яғни аласыздар, каподастрсыз. Әлде оригинал аккордтарды үшінші лаққа қойып, С жаңағы аккордтарды ойнасыңдар, онда оригинал аккордтар болады. Так, жалғастырайық. Одан кейін мына жақта біздер қағыс 8-дік болады, мынандай төмен, төмен, сосын үш жоғары, сосын төмен, жоғары, төмен, жоғары. 8-діктің басқа түрлерінде ойнасаңдар болады, тек бұл емес. Тағы да төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осылай әрбір аккордқа бір-бірден ойнап шығасыңдар. Енді текстпен бірге айтып көрейік. Она немного меня ниже ростом, ее глаза светятся, будто космос, ее глаза цвета темной печали, и для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты, алкоголь, и для нее мне ничего не жалко, и не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Деп әрғай жалғастырамыз. Куплеттің дәл осылай, ешқандай өзгеріссіз ойнап шығамыз. Текст пен аккордтары менде телеграм-каналда болады, төменде ссылкасы тұр, кіріп қарасаңдар болады. Барлықтарыңызға сәттілік және келесі разборда көріскенше.